Кыргыз эл журтуна эмгеги сиңген доктор академик, кыргыз эл баатыры Мамытов Металип Мамытович Жусуп Бала сагынатындагы дин агартуу борборун зыярат кылып, андагы бардык ишмердүүлүктөр менен таанышып, устаз Абдрахим шейх менен жолуккан соң, ыраазычылык катарында айткан сөздөрү. Мен ушул Жусуп Бала сагынатындагы улуу илимканага келип, көп нерсени көрүп, көңүлүм көтөрүлүп, оюм ойноп, тилим сайрап атат. Бұл жер Құдайым шундай көңіл қойған, көңіл бөлген жер екен. Бұл жердегі адамдар түзден түз Құдайымның сөзін айтып береді екен. Құдайымды біз уат екенбіз. Ошон үшін бұл жерде іштеген адамдар, оқыған адамдар Құдаймен түзден түз байланышы болып, Құдайымды ұғып, Құдайымның сөзін айтып, елдерге жеткіре тұрған жер екен. Шундай бір ажайып жер екен. Егер şu көп біздің оқу жайлары шундай болса, чағылы бізде коммунизм, бізде игілік, бізде жақшынға жетіскендік болады. Шonun үшін şu жерде іштегендерге, оқығандарға мен бақыт қалаймын. Құдайым жеті тозықтан сақтасын, жеті қабат жеріміз көтерсін, жеті атауызды танып жүрелік. Құдайым Қырғызстанға берген жеті давандың елдері бар аман болсын. Бұл жерде Құдайым бардық жақшылықты бұйрат. Аман болсын елдеріміз, бардығымыз.